Энгелса, кстати, минусуют. Не знаю, добили или нет. Да, добили. Он и поднимается Рашич. Мама кладет одного игрока. Здесь спускается Лейт. Лейт, минус Лейт. И остался один игрок. А точнее, никто не остался. eSports. Выиграли. Выиграли сражение, слушай. Да. Не понимаешь просто, что происходит. А видно, ребята, Мади, 10-я команда Мади. Мне просто очень сильно симпатизирую сейчас именно 11-я команда Мади, потому что он тут держит целую ДТ, всю тиму ДТ он держит, не дает им просто уйти, шансы. Там же 3-я команда, ребята, еще заходит. Минус DQ, отбегает, детского кладут сверху, все, минус ДТ вся тима. Тут очень жестко встречают. ДДшников, расстрел. Маврик только остался и Мади минус 3. Атып бастады груз. Машинамен келе жатыр, базар жоқ. Машинасын таса, және оларға атып басады. Сайрек тізе кіріп кетті. Және Сайрекстің басына беріп жіберді. Граникпен құлатты біреуді, және Саке құлады, және соңғы игрок Сайрекс қалды. Бізде, уже сөзсіз түсінікті, бұл жерде бізде eSports топыр алып кетті. Красавчики. База жоқ. Әдемі ойын көрсетті. Менің ойымша өте қызықты ойын, және 13 килл бір раундта 560 поинт беріп шықты. База жоқ просто. Красавчики. Оң жағынан Мади инфа айтасың ба, айтпайсың ба? Инфа айтпай қалған секілді. Және де Мади бізде айдын зонадан құлады. Мади тағы да біреуді құлатты. Диснейді құлатты. Және де қазақшаны құлатты Мади. Мұнда Муслим топ-2. Біздің КЗР сквад топ-2 келіп кетті. Және де Муслим мынанда деп ойлап еді, бірақ Муслим мұнда әдемілен кір саланып жатыр. Өте жамансық, бірақ каким-то образом тірі қалып жатыр. Және де гранаталар кетті. Айбы, 2 граната қатарынан. Және де оған Дисней түсті. Қазақша өліп қалды. Және де айдың соңғы игрок генерал ғана қалды, тірі. Және де оның артынан Мади келе жатыр. Мади көрем екен. Мади бізде тағы да... Мади бізде тағы да Қазақстардың 3 ойыншысын алды ма? Походу 3 ойыншысын қазақшаны басқа жақтан құлатты. Және де бұл жақта бізде КЗР сквад кіріп келген екен. Және де Груз құлады, Муслим ғана тірі қалды. Муслимға 2 ойыншы қарсы. Груз пен Муслим құлады, және де көтеріп жатыр уже, Сөзсіз бұл турнирда eSports бірінші орынды алды. Красавчики, заслуженно әдемі ойын көрсетті. Егер сіздер де солай ойласаңыздар, міндетті түрде өз ойларыңызды комментарий